Аққу ауырып қалыпты. Шошынған дейме, ұшынған дейме түсініксіз. Жат соққан деп те жатыр жұрт. Есінен танып қалады екен де, есін жия. Айдыным қайда, айдын деп шыңғырып, бетін жыртып жылайды екен. Ешкімге көнбей жатқан ба, байлап ұстап отыр дейді. Кеше ерте жатып қалып едім, ерте ояндым. Таңғы серуенге шығатын әдетіммен бір құты жылы суымды сіміріп, смартфонымды қоспаймын ба? Түн қарақшыларындай ұйықтамайтын елдің көбі сонша бірталай хабарлама түсіпті. Телефон бетін әрлі-бері сырғанатып, көңіл тартқанын ғана ашып оқып, қалғанын кейінге қалдыратын дәстүрім бар еді. Көзім шалып, қалған хаттың басынан қайран жүрек сырқ етті. Саусағымда әле басып қалды білем, сумақай хат жайылып түсті. Ауырғаны несі? Жын соққаны қалай? Аяғымнан жер көшіп бара жатқандай. Аяқ киімімді киіп жатқан бетім сылқ етіп, томбаға отырып қалдым. Шеркін, таңғауын айтсаңшы, кеңсірігіңді ашып, көкірегіңді керіп кетеді. Желе жорты бары 4 шақырым, бері 4 шақырым барып қайтқанда, денем жібісіп, сарайым ашылып, рахаттанып қалатынмын. Құлағыма қондырып алған құрлығымнан ойнайтын әуен Шопеннің жаңбыр вальсімен бастап беріп, дүниежүзілік классикалық шауқарларды тыңдаймын да, қазақтың қоңын дауысты әншілермен аяқтаймын. Онсыз да әлгінде оқыған хат миымның бір үшін ойып тұрып, орналасып алып еді. Қанша әпенде десең де жоламанның өзегі кейде расқа айналып жататыны тағы бар. Аққу. Ару аққу, сұлу аққу. Қандай аққу еді шіркін. Кімді естен тандырмады, кімдерді ғашық қылмады. Белін соққан, тоқ қос бұрымы, ақша жүзі, мойылдай қап-қара көзі. Тірі пенденің мойнынан бұрғызбай кетпеуші еді ғой шіркін. Сонау студенттік кез көлбеңдеп шыға келді көз алдымда. Айдын көркем графика факультетінде оқиды екен. Ауылдан келген алаңғасар біздер үшін 3-ші курста оқитын жігіттен асқан бекзата жоқтай. Екеумізді күнде қыдыртады. Сауда-саттық пен дизайнерлік әсемдеу дамып келе жатқан шақ. Пысық жігіт оқудан тыс жұмыс жасап, жап-жақсы ақша табатында аққу екеумізге шашып тастайтын. Өзге қыздардың бөлмесіндегідей тақтық бізде атмен болған жоқ. Азық-түлікпен айдын қамтамасыз етеді ғой. Қарнымыз тоқ, шіркін, қыз атаулы, қызыл көздене қараушы еді сонда. Айдынымыз түн түскенше бөлмемізде отырып, жатар уақыты өз жөніне кететін. Сөйтіп жүріп, 1-ші курсты тәмамдадық. Мен кейде екеудің ортасындағы қодартай қымсынатынмын. Оның үстіне айдының сөйлегені, күлгені, менің де қожүрегімді бейжай қалдырды ма. Азабымды жасыруға тырысып бақсам да, қағылез аққудан жасыра алмағанмын. Қиылып болмаған соң, өтірік айта алмайтын сорлы басым, бар сырымды жайып салдым. Ол ренжіген жоқ, аяды, құшақтасып, ұзақ жыладық. Күнім-ау, жүрекке әмір жүрмейді ғой, айдынды сүйіп қалғанның кінәң емес, сынағың. Егер айдын сені таңдаса, бас тартуға бармын деп еді ақ жүрегім. Айдынға сыр алдырмауға серттестік. Сырға бекем құрбым сатып кетпеді, екеуі сол жылы шаңырақ көтерді. Ақ отау түкпесе де, қаланың шетінен пәтер жалдап, жұптық өмір бастады. Келер жылы сүйгендердің тұңғышы дүниеге келді. Нәрестемен сабақ оқу оңай ма? Мен үнемі құрбымның қасынан табылып, бөбесін қарастым. Конспектілерін көшіріп, лекциялардың түгендеп, диплом қорғауға да көмектестім. Арманды кезек-кезек көтеріп, кезектесе жаялығын ауыстырып, емтихандарды бірге тапсырдық. Шаршап келгенімізде аққу бөлмеде бөпесін емізіп ұйықтап қалатын. Тамақ жасап қоямын да күтіп отыратынмын. Бірер сағат соң айдын келіп, қымбат жандарын алып кетеді. Осы сәтті күтемін. Осы сәт ұнайды. Осы бір отбасына ешқандай қатысым болмаса да ішінде бірге отырып, күліп ойнап, кешкі ас ішеміз. Айдының қалжыңдарына жарыса күліп, мәре-сәре боламыз. Содан соң құлаққа ұрған танадай тыныштық орнайтын күңгірт бөлмеме. Екеу сол жылы айдының ауылына көшіп кетті де, шулы қалада жалғыз қалдым. Қатты сағындым сонда.
Қатты құлазыдым. Айдынды да, Аққуды да, Арман Ботақанды да сағынып, жалғызсырап кеттім. Айдын мен Аққулын жетекте тойма келген. Асыр салып биледі, тілек айтты. Айдын маңдайымнан сүйіп, бақытты бол қалқам дегенде өксіп жылап, басыла алмадым. Аққу да жылады. Екі құрба ашылмаған құпияны сол күйі тұңғиыққа лақтырып, біржола құтылдық. Содан кейін екеуін көрген емеспін. Хабарсызбын. Бірақ көп ойлайтынмын. Айдынды да, Аққуды да, Арманды да. Жоқ, көрдім. Айдынды емес, Аққуды көрдім. Тек сол күнді есіме де алғым келмейді. Есігімнің түбіне келіп қалғанымды аңғармаппын. Жол таусылғанмен ой таусылмайды ғой. Тауыса алмадым. Себезгінің астында жылап тұрғанымды тіріпенде сезгенде көргенде жоқ. Дәл осылай табостан бір жыл бұрын жылағанмын. Баяғы сол жалпақ әлемнің хабарын жариялап жүретін Сұмақай Жоламан емес пе еді жылатқан. Аққу жесір қалыпты дегені шаян шаққандай әсер етіп, есімнен танып құлағанмын. Айдын деп зарилеп, жеті қабат аспанды тіліп түсердей шыңғырып едім. Айдынның жаназасына барамын деп өшіқтасам түсіме кірмепті. Қайғыдан қабырғасы қайысып отырса да құрбым. Жүр, Айдынымызды соңғы рет көріп қалайықшы деп өтінгенде бас тарттым. Жүрегімде сұлу Айдын қалғанын қаладым. Күлкісін, дауысын, жүзін өлтірмей сақтағым келді. Айдынымызды қабірге алып жүргенде талып қалған Аққуды құшақтап, өкпемді өртеген өксікті төктім. Уақыттан жүйрік бар ма? Құмсағаттың қылмойнынан созған құмдай зулап барады қайран ғұмыр. 6 ай зу етіп өте шығыпты. Енді міне қасіретті қайғының Аққуымды сындырып кеткенін естіп, естен танып отырмын. Температурасы көз жасымен пара-пар, себезгіден шашыраған жылыман судың астында қанша отырғанымды белгісіз. Таңғы асқа тәбетім тартпады. Ыстық кофенің буы ирелеңдеп барып ұшып кеткендей. Үнсіз қанша отырғаным өзіме де мәлім емес. Өң мен тістің ортасында қалғандаймын. Ойдың шетіне шыға алар емеспін. Аққу екеуміз ауылдан келіп, қалада таныстық. Жақын құрбыларға айналдық. Өңгелер секілді секеңдеп, дискотека қуып, қызық аңдымадық. Бәлкім бұған Айдын жол берместі еді. Екі қыз бір жігітті сүйдік. Жігіт Аққуды сүйді. Осы үштіктегі ең бақытсыз жан мен едім. Ең қымбат адамдарыма екеуіне бақыт тілеуде менің міндетім, әлде сынағым болды. Сүріндім бе жоқ, мен сүйген екі адамның бақытты болғанын қаладым. Шын жүрегімен тіледім. Әншейінде қаланың іркес-тіркес көлігі мен кептелісіне кейіп жатушы едім. Бүгін ештеңеде елер емеспін. Жұмысыма соғып, біраз жұмыстың басын қайырып, жолға шықпақпын. Аққуыма барам. Бармасам, көрмесем шыдай алмаспын. Айдынның жылдығасына барармын деп жүргенде құрбымның қайғысын бөлісуге бармақпын. Аққуды сақтау парызым. Иә, ол менің жалғыз ғана қымбат сырымды, асыл құпиямды сақтаушым. Ол менің жалғандағы жалғыз жақыным, жалғыз құрбым. Ол Айдынның сүйіктісі, Аққуы. Офиске әдеттегіден ерте келіппін. Хатшы келсе, жоғарыда орындалуға тиіс құжаттарды алдырып, қол қойып, көмекшіме қалған істі тапсыруым керек. Міне осылай жоспарламасам, ойымды жинақтай алар емеспін. Оның үстіне таңғарадай офистегі мылқау тыныштықта ойдан ойға сүйреп, сілемді қатырып тұр. Әй, тоқтай тұр. Осымен Шыжбажақай Жоламанның сөзіне болан неге сонша торықты екен? Жоламанның осылай асқындыра сөйлеп, шолатып жүретін әдет емес пе? Орнымнан ұшып тұрып, терезені аша салдым. Құдай-ау, тыншығып барады екем ғой. Кондиционерді де қоспаппын. Таңғы салқын ауа кеңсірігімді кере, өкпеме жетті де, күйіп жанып тұрған дүниемді аралап, ысып кеткендей сыртқа лықсытты. Сап-салқын саф ауаны сіміріп, оттай ыстық деп, үрлеп тұрғандаймын. Жоламанның жаңалық жаршысы екені өтірік емес. Үнемі сөйтеді. Кіммен кім қосылды, кім айырылысып, кім тәжікелесті. Бәрін сол біледі. Бәрін сол жеткізеді. Бірақ айтқандары ақиқаттан алшақ болды ма? Жоқ,
жалған ақпарат таратқан емес. Оның кінәсі сол, мына өмірде не болып, не қойып жатқанын жіті бақылап, зерттеп жүреді. Шыр ете қалған телефонның дауысы айдалада оймынып, қаңғып жүрген мені лезде қайырып әкеліп, кабинетіме топ еткізіп тастай салды. Дәл осы сәт жалғыз тұрғаным қандай жақсы болған. Әйтпесе соншама шошынған, мына түріммен күлкіге қалар едім. Кім білсін. Айша, амансың ба? Шүкір. Жоламан сенің түнде жазған хатың есімнен танырды. Бұл өзі қайдан шыққан сөз айтшы дедім, апыл-ғыпыл амандаса салып. Бір ойым қалжыңдағанмын дейтіндей үміт еді. Білесің ғой, Айша. Ақыл саған қандай қымбат болса, маған да сондай қымбат жан. Өйткені ол менің ең жақын досымның сүйіктісі. Кейде айдың ақуын маған аманаттап кеткендей көрінеді деп, шалқардар тартып, көзіле сөйлеген шыдамды тауысты Жоламан. Ей, сұраққа жауап берші дедім, дегбірім қашып. Қашанға әдетінен, алыстан бастап асықпай сөйлейтін әдетін, жақтырмайтыным енді ғана есіне түсті ме, іркіліп қалды. Көңілімді қалдырғысы келмейтінде анық қой. Кеше кешкісін азық-түлік алайын деп қазына сауда орталығына барғанмын. Айдының алдасын кездестіріп қалдым, деп бәрібір әңгіменің түйінін тез шеше салмай, әрден бері тарта сөйлеуге тырысып бақса да, ортан белден бастады бәрібір. Мылжыңның нақ өзі, шыдау ғана керек, күту керек, басқа мылжық. Салмақ тастаған соң ба саусағымды, зыр айналатын болған жүзігімді шыр айналдырып, шыдап бағып отырмын. Ақумен хабар үзіп қалғаным рас еді. Жоламан осыған кінәлайтындай сияқтанады. Кейде маған айдыным өлмегендей көрінеді. Саған кетіп қалғандай қорқамын деп хат жазған. Аққу. Тас түскен жерінен ауыр, не деп өкпелейін. Онсыз да айдының қазасы ауыр тиіп жүргенде құрбымды несіне жазғырайын. Түсіндім, кештім. Сатқынсың, айдынымды тартып алдың деген хатын көтере алмасам да, сол баяғы кешірімшіл жүрегімен тағы кештім. Менің бақытымды қызғаның дегенінше кеш алдым ба? Содан бері 3 ай өтті. Аққудың номерін бұғаттап тастап, ендігіде айдынды еркін ойлауға, емін-еркін еске алуға, оңаша сағынуға көшкенмін. Шіліңгір шілденің күні ми қайнатады. Ысықтан еріп, бұлжырап жатқан қара жолдан смоланың иісі келеді танауға. Қайран балалық шақ. Ауылдың ойлы шыңғыр жолын жөндейміз деп, тас төсеп, жол жиегіне төгіп кеткен кесек-кесек смоланы тістеп жұлып, сағызай шанаушы едік қой. Балалық шағым туралы естелік іздесем, сол күндер ғана оралады еске. Одан соң, әрі қарай тек қана күнгіт күндер тізбегі кезектеседі. Әкем, асыл әкем дүниеден өтті. Ауырғанда сырқағанда жоқ, тіпті бақылдасып төсек тартып жатпады да. Таңертең өз аяғымен кеткен жұмысынан өз аяғымен оралмады. Алматыдан шығып, ауылға апарар трассаға түстім. Жол ұзақ. Өзім тарастың қызы болғанымен, оқуға келген бетім Алматыға орнығып, сіңіп кеттім. Аттай, 26 жыл болыпты мен алматылық болғалы. Аралап тауыспасам да, жер жанаты Жетісудың барлық мекенін ерекше жақсы көрем. Әсіресе, Мұқағали ақын туған келі топырақ. Нарынқол жайлауының сұлулығына тәнті болдым. Иә, алғашқы рет Айдын мен Аққудың тойына бардым. Көктің бауырына шаншылған паң хан тәңірінде сол жолы көрдім. Неткен ғажап мекен. Ал шол оймен арпалыстырады. Ойдың жақсы да жаманы да болады ғой. Оны екшемейді, жарықтық. Әкемді ойлап бір шылап алдым. Анамды ойлап тағы сораңдадым. Айдынды да көп ойладым. Енді міне Аққуды ойлап отырмын. Не деген жүргеді ғой шіркін. Көкпек тауын жарып өтіп, шұбалаң жолды үйсін тауына қарай сүйредім. Сағынышқа айналған жақсылықтарымды түгендеп келе жатқанымда, Нарынқолдың да төбесі көрінді. Хаджа дегенмен таулы мекен емес пе, өлеген сайын қапырақтың беті қайтып, салқын самал желпіді. Өкпесі өшіп, ентікен қара жүрегімнің тұмсығын Айдының өз қолмен тұрғызған қамалының қақпасына тіре шегердім. Зәулім қақпа айқыра ашық екен. Ет жоқ па деп, барлап біраз тұрдым да ішке ендім. Көлік тоқтағанын білсе, біреу-міреу шығама деп көткен үмітім ақталмады. Биік баспалдаққа өкшем тигені сол.
Әлдекімнің жанұшыра шыңғырған даусынан селк етіп ұшып түстім. Сөйткенше болған жоқ. Үйден алба-жұлба сұрықсыз қатын ұшып шықты да бетіме бажайлай ұзақ қарап тұрды. Дебімді ішіме тартып, аңдысып, қалшиып мен де тұрмын. Албасты қасыма жақындап келіп, көзіме үңілді. Астапыралла. Уа жаратқан ием, мынау аққу ғой. Иә, тап соның өзі. Мойылдай қапқара көзден таныдым. Ашылған тау-пияздай әппақ терісі сұрланып, шатпар әжін басыпты қайран жүзін. Жүрегім аунап түскендей күй кештім. Қолықпандай өксіп кеудемді керіп, өңешіме тығылды. Бас алып құшақтап алғымақ келіп тұрау, белгісіз үрей матап тастағандай қозғала алар емеспін. Аққу күйімді көзімнен оқып тұрғандай тесіле қарайды. Кенет шалт бұрылып, қақпаға қарай жүгіре жөнелді де, лып етіп шығып кетті. Сазып қалғаным сонша, не қуа жөнелерімді, не тұра берерімді білмей дал болдым. Оқтай зулап, үйге кіріп бардым да, бар даусымен ашқына, кім бар дедім айғай салып. Ешкім үн қатпады. Бәлкім, ешкім жоқта шығар. Ал мен естеуім керек. Аққудың соңын ала жүгірейін бе, кетейін бе? Миымның астан кестеңі шығарып, араластырып тастасам да, ұтымды жауап таппаспын. Айғайға бастым. Ызалана айғайладым. Кім әй деген дауыстан зәрем ұштыма, қуанып кеттім бе, болжай алмаспын. Түпкі бөлмеден ұйқылаяу егде тартқан еркісі қирлаңдап шықты да, оқшырая қарайды. Аққу қашып кетті дедім жанышыра. Өй, қашқаны несі? Байлап қойып едім ғой. Әлгі кісі арғы бөлмеге тапырақтай жүгіре басып барды да, іле шауып шығып, жана өдей берді. Жылдамақ екен көкем, жүрек құрғырып бір секіріп, бір тарсылдап, ептеп барып, орныққандай кеудемде. Шамасы аққудың соңынан қуып кетті ағатай. 10 минуттай уақыт өтті ме жоқ па, пайымдай алмадым. Әйтеуір терезелерін газетпен мүтеп тастаған көрдей қараңғы үйде жалғыз қалғаныма қапалымын. Сырттан дабырлаған дауыс естілгенде ғана ес жидым. Жаңағы кісі аққуды сүйрелей жетелеп келеді. О, тоба. Нәп-нәзік аққуға мұншама күш қайдан біткен? Еңгезерді еркекке күш бермей бұлқынып келеді. Меңзең болған басыма көмектесу керек деген ой сап ете қалды білем. Тұра ұмтылдым. Жоғалыңдар, тимеңдер. Айдынымды іздеймін. Жаңағы саздай аққудың сұсы қашып қуарған жүзін шермеңдепті. Тарам-тарам жасы шаң қапқан жүзінен кірлене төгіліп келеді. Құрбымның әр сөзі құдды мені дәлдей тартылып жатқан жебе сынды жұмыр етімді шым-шым ашып, жаныма сұмдық батып барады. Екі жақтап әпірімде бүйге кіргізіп алдық құрбымды. Байлап қойғаны несі деп шошып едім әлгінде. Мәнісін енді ұққандаймын. Үй жылтатын құбырға байланған орамалдың бір ұшы шұбатылып жатыр екен. Еркісі екінші ұшын аққудың аяғына салмаққа ниеттенді ме? Еке ора айқас басталды да кетті. Егер осы ғұмырыма дейінгі сезінген барлық қорқынышымды жинап келсем де, дәл осы көріністі жеңе алмас еді. Осы сәтке дейін бір аяныш сезінсем, тап осы қазір жүрегімді жаншып бара жатқан аяныштың маңына да жолай алмас. Жоқ өйтпеңіз деген сөз аузымнан оқыс ұшып шықты. Көкем селкете жалт қарады. Қысылып тұрғаны да анық. Амалсыз екенде көрініп тұр. Аңғасақ кептіріп, күн торған қош-қол жүзі албырап, әжімдері одырая ісінген маңдайы теріліп кетіпті. Ағараңдаған шашының арасынан көз тапқан ыстық тамшылары самайынан саулап, бірін-бірі қуа жарысып, ылдилап барады. Енді деді күмілжей. Байламаңыз аға, керек емес дедім дірілдей. Онсыз да осы сұрқия көріністерден есімнен адаса жаздап тұрғаным бар. Қолқам анықталған қолақпандай өксіктің тығыны атылды да кетті. Аққуды құшақтай алдым. Басыла алмадым. Аққуым, мен келдім. Айшан келді. Өтінем, есіңді жиышы, жалынам. Не айтып, не қойғанымды қайдан білейін. Тілімді еркіне қоя бердім. Ойымды жылмылап, сорымды сол жариялап жатыр.
Жаңағыда емес Аққу тынышталған секілді. Бұлқынғанда, тартынғанда жоқ. Алайда соны Алматыдан іздеп келген досын құшақтамады да. Дел сал күйі состиып тұра берді. Балам, байламасақ тағы қашып кетеді деді ағай даусы қарлығып. Менің бодадай бозап тұрғаным тебіренсе керек. Кірпігіне ілінген мөлдір алақанмен сыпырып тастады. Қатты аяды маған. Аққуға қандай жақындығы болса да, осынау қартайған шағында есі жоқпен алысып, қуып жүру оңай ма? Айдынның бір туысы екені белгілі. Қартайып шүңірейе түскенімен жанарының бір ұшында айдынды елестететіндей. Ішім жылып тұрғанмен ситуация тым шиеленісіп тұрғанда ренжісем де осылай өктем сөйлеуіме тура келді. Көкетай, білем, түсіндім. Тек байламаңызшы, өтінем. Бізді оңаша қалдырыңыз. Уәде берем. Енді қашпайды, дедім жалына ентігімді баса алмай. Көке сенімсіздеу жүзін бұрып алмай біраз тосылды да, сенім арту керек екенінде ұққандай сыртқа беттеді. Темір құбырдың түбіне қабаттай салынған құрақ көрпеге жайғастырдым Аққуымды. Шынымен адуыны басылып жуасып қалыпты. Сөмкемдегі сұлы сүлгімнің біреуін суырып алдым. Шаңмен жас аралас айғыз-айғыз сірнеленген бетін сырттым. Жалбыраған шашын сипап, кері сыра жинап, өріп тастадым. Қалт етпей отыр. Қарсыласпады. Жанында жылулықта шоқтай сілдерінде. Аққу, мені таныдың ба деймін жалыныш түнмен. Жауап жоқ. Нұрсыз жанарын қадай қалшиып отырған күйі міз бақпады. Ұзақ отырды. Ол мені аңдып отырма, мен оны аңдып отырмын ба белгісіз, түсініксіз. Әлден соң қалтырай көзденіп жарылып кеткен қолын созды. Шіркін, жүрек деген ғажап қой, бір саңла түскен шығар. Шыдай алармын ба? Құшағыма қыса орап алдым. Қатты-қатты қысқым келді кеудеме. Даланың қырмызы гүлінде жұпары аңқып тұратын баяғы Аққу қайда. Не кесе де үйлестіріп, жарастырып кез алса, құлпырып шыға келетіннің менің Аққуым қайда. Қыз біткеннің көз айымына айналған қандай шереді естің адастыр жалап. Қандай сұр, толқыған айдының Аққуы қайда. Ғашықтықтан мәжнүнді жынды қылған махаббат, сен тірімедің. Пысылдап ұйықтап жатқан құрбымның шашынан аялай сипап ұзақ отырдым. Дүниенің бар қызығы төкке тұрғысыз екенін алға шығынғандаймын. Тіпті осы күнге дейін айдынды сүйдім деген сеніміме селке түсті. Жоқ, мен айдынды Аққуды сүйе алған жоқпын. Аққудай сүйе алмаппын. Көпірлік қылыппын. Махаббаттың балуы болса ойланбастан тартып салатын Аққудай мықты емеспін. Ағай қордақ қорып шай қайнатып қойыпты. Бұндай азапты арпалыс орнаған үйде қандай көңіл күй болсын. Салыңқы қабағы ашылмаса да жүзіне жылулық нұрын жүгіртіп алып. Кел ағой балам. Дастарханға кел, алыс жолдан шаршап келген шығарсың деді көрсініп. Расында таңғасымды да ішпеген едім. Ол аздай төстенуден мүлдем есіне шығып кетіпті. Бейуақытта ауылға жетіп Аққуымды көзімен көріп, ес тапқаным осы жаңа емес пе? Шегімнің шырқырап тұрғанында енді ғана аңғардым. Көп болды ма, дедім ішіме ел қонған соң. Қанша қарсылатса да өзім құямын деп шәугімен шәнекті ағаның қолынан тартып алып едім. Үшінші мәрте кесесін ұсынып жатып, шып-шып дерін маңдайын алақанмен құлдырата. Үш айға тарта болды балам, деді көкем тереңінен күрсініп. Дауысы қарлығыңқ еді. Ыстық шай тамағын жібітті ме, өзгеріп жұмсарып қалыпты. Әңгімесін жалғасын деп, күтіп отырғанымды сезді, күттірмеді. Айдын дүниеден өткелі, қайғыдан бел көтермей жатып алды. Асудан бас тартып, тілден қалды. Уақыт өте серпілер деп едік, қателескен екенбіз. Алғаш молаға жүгіретінді шығарғанда молдаға оқыттық. Дем салып ұшықтап берген соң беті бері қараған сияқтанған. Қашып шығып, молда түнейтінді шығар денді. Күннен күнге тұңғиыққа бата берді. Молданың оқуы да көмек етпеді әриде. Доғдырға көрсетіп едік, шындықханаға жатқызамыз деп шүйлікті. Оған Арман көне ме? Кім көнеді? Армантай анамды өзім қараймын деп келді. Одан бері 3 ай өтті балам. Амал таппай отырмыз деді
ағай әдетті күрсінісін жаңалап. Арман қайда дедім шай құйып, көйкенің кезесін 5-ші мәрте керосіні. Қазір өзі де келіп қалар. Менің жұбайым екеуі бір шаруалармен кеше қалаға кетіп еді. Оралатын уақыты болып қалды. Арманның мықты дәрігер досы бар екен. Соған жолығып, келінге ем-дом жаздырып аламын деген. Кешкі салқын, саумал-самал, қырдың бар жұпарын жинап келіп, танауының төбіне төге салып, ерке қыздай әлі-белі шауып өтеді. Бүгінгі күннің жүрекке қаншалық ауыр жүк артқанын енді ғана сезінгендеймін. Таңғы 4-те тұрып едім, түнгі 11 болыпты. Діңкем қатып шаршап-ақ отырмын. Сонда да кірпігім айқаспаған соң далаға шығып едім. Апатай, ұйқыңыз келмей отырма. Қасыма келген Арманды байқамаппын. Баяғы шексіз ой еді ғой менің алысқаным. Келе ғой. Ақылды жігіт болыпсың ғой ботам дедім еміреніп. Бала таппаған қатын деген атағым бар рас. Ол ма, қазір жылан деп, тапсынған көршім бірде, керкілдесіп қалғанымызда. Шамасы байын қызғанса керек. Жұрттың айтқышақ, пенде деген бір атымыз бар емес пе? Біреудің басынан кешкенін, тағда тауқыметін білмесек те, сөзге құмармыз. Әйтпесе, міне босынайын деп отырған шағымда, құрсағымдағыны, өз әкесінің теуіп түсіргенін, ана мен бала, өлмен өмірдің ортасында арпалысып, қылға ілінген қожанымыз үшін күрескенімізді қайдан білсін. Жоқ, жаман жігіт емес еді. Тек ішімдік ішті екен, өзгеріп кететін. Баланы таппасам да, құрсағыма ет біткен, жүрегімнің астында тетте жүрек соққан анамын ғой. Өлі бала тусам да, тірі баланың бала екенін қалайша сезінбейін. Не ойлап кеттіңіз, апатай? Бәсе, тағы сөнгіп кетіппін ғой ой құрғырға. Әнжейін, адам ғұмырында білім қуады, дүние жияды. Білесің бе балам? Қартайған сайын ойғана мұрасына айналады дедім, қалпымнан хабар беріп. Мен ойлағаннан да ақылды екен жігітің, түсінді. Ойдан терең, ойдан заңғар жоқ қой, апатай. Қусаң жеткізбейді, жетсең ұстатпайды. Ой, шексіз деді, өзімнен асып түсіп. Арман 22-ге толдың, ер азамат болдың. Осығанда шүкір. Ақым жалғыз емес дедім кемсең деп. Жақында толдым. Оны сіз қайдан білесіз деді таңырқай. Өй, қой. Атанаң айтқан жоқ па? Қоуын қарай көр өздердің. Анаң 3-ші курста оқып жүргенде әкеңе тұрмысқа шықты. 4-ші курста дүниеге сен келдің. Сені 3 шақтап мәпеледік қой. Мен сенің жайлығыңды талай ауыстырғанмын дедім. Дәптәу жігіттің қызылшақа кезін есіме алып. Көліп жібергенімді де аңғармай қалдым. Боғымды да жоғанмын десеңші. Мәз саған. Мына тұрысы мына сөзі дауыс тембірі, қалжыңды жарастыра айтуы. Бәрі әкесін аумайды. Құдды жекілдеген жаз күніме оралғандай, қарсы алдымда айдын тұрғандай толығып кеттім. Осы жаңағына езуме үйілген күлкінің табы да қалмапты. Айдын мен Аққудың ұлын қасыма жайғастырып, шашынан иіскедім. Қанша жігіт десең де әкеден айырылып, ана мейіріміне шөлдеп жүрген бала емес пе? Тісіне қамап алған, ащы мұңын кеудесін дірілдетіп жібергенін жаныммен сезіндім. Ұрыс керіс айғай-шу дегенді білген жоқпын. Бәлкім, атана менен басқа сәби сүйіп, балалы бола алмаған соң еркелетті ме? Әлде адамзаттың бәріне бірдей бұйыра бермейтін махаббатты менің атанама нәсіп пе? Кім білсін? Біз сондай бақытты отбасы едік. Әттең әкемнің деті шипасыз болды. Ең жаманы, әкем ауруын бізден жасырып жүріпті. Әбден асқындырып, құлағанды бірақ білдік. Тым кеш болды. Пышаққа түспеймін, көкірегімді жарғызбаймын. Бұл біздің әулеттің бәріне тиесілі дерт. Әкемде ағамда осы дерттен кеткен. Менің жаным олардан әулие емес. Тек демім үзілгенше сендердің жүздеріңді көріп, күлкілеріңді естіп жүрсем арманым жоқ деп қасарысты. Есінен танып ауруханаға түскенде отаға да кеш қалғанымызды білдік. Амал жоқ, әкемнің қалауына көнуден басқа жол қалмапты. Анам екеуі шетел аралады, ел көрді, жер көрді. Ғаламат, туындылар салып қаладан кішігірім музей ашты.
Ендігі міндетім сол музейді өлтіріп алмау, деді Арман сабырлы қоңыр даусының ырғағын бұзбай. Кім өлмейді? Кім ұл тумайды? Туылу тағдыр болса, бала өсіру парыз. Ал ақылды баланы да екінің біріне бере салмайды ұлы жаратушы. Мейлі, ұзақ ғұмыр кеш. Мейлі қысқа өмір сүр, мәселе сол, өмірді парасатты сүре алуда болса керек. Айдын осы сынағынан сүрінбепті деп ойладым. Апатай, сізге әкемнің бір құпиясын айтайын ба, деді жігіт күлімсіреп. О, тоба, бейнесі тұрмақ, қолана сөйлегенде айнақ қатесіз әкесі. Айта ғой, дедім сүйсініп. Әкем сіздің портретіңізді салыпты, бірақ ешкімге көрсетпей тығып қойыпты дегені. Жүректің сона тұңғиығына бір кезде өзім лақтырған түйіншек сыр ыршып шығып, аузымнан ұшып кетердей. Кеудем селк етті. Жаңа ғана шомылдырып шашын тарап, тамағын беріп ұйықтатып кеткен аққуым еш алаңсыз, пысылдап, терең ұйқы құшағында жатыр екен. Уянып кетермете алаңдағанымды ұқты ма, Алматыдан арнайы сатып әкелген дәрінің әсерінен қазір оянбайтынын ескертті. Сөйтті де, жұбайлардың бөлмесімен есіктес әкесінің шеберханасының құлбын ашты. Бояудың есі мүңкіп тұр, көлемі мен пішіні сан түрлі тісті бояумен бейнеленген пейзаждар, портреттер жетімсірей үңіледі. Арман шешықталған бірталай ватман қағаздарды жазып, қайта орап жатып, іздегенін тапқандай кері бұрылды. Үлкен ақ қағазды көз алдыма келді де шайып жіберді. Мен едім мына бейне, үлбіреген жас күнім, қыз дәуренім. Үстімнен тастамайтын қынама бел, желбір етек, қызыл көйлегімде. Қошары екі жаққа буып қоятын ұзын, қоңыр шашымда, ернінің үстіндегі нүктедей меңімде сол қалпы. Көзімнен рұқсатсыз ұшып түскен жасым жүзімді қарып барады. Махаббаттың ақ көгершіні деп жазыпты маңдайшасына. Жоқ, жылауға болмайтын да шығар. Жан құрбымның өмірлік жары сызған суретті кеудеме басып, жүрегіме сүйдіргенім қате болар. Бірақ өз ырқым өзіме көнбеді, егер алмадым. Көгершін, ақ көгершін, махаббат көгершіні. Ол менмін. Ұйықтай алмай дөңбекшіп ұзақ жаттым. Ай сәулесі құйылып тұр. Айдынның өз қолымен ойып жасаған оюлы сандығы осы бөлмедегі бағасыз жәдігер іспетті. Бір емес екеуін қатарластыра қойып үстіне жүк жинапты. Жүк дегенім құрақ көрпе ғой. Айдын менің сырымды сезімімді білген бе? Әлде ақу айтып қойдым екен? Айтпаймын деген жоқ па? Бұл құпиямды білетін жалғыз ғана жан ақу. Басқа білуші ме еді? Ешкімде. Ұйқыдан хабар келіп терегіне тартып бара жатқан сияқты едім. Есіме қайдан ғана сап ете қалғаны белгісіз. Палшы Катя түсе салған. Жастықтан басымды жұлып алып состиып отырмын. Айдын бөлмеге қонып қалатынды шығарғанда түнейтін жер іздеп қаңғитынмын. Екеуінің аймалысып жатқан дыбыстарын естігім келмей, қатты азаптанушы едім. Бұндайда алып ұшып Катяға барамын. Кәріс қызы Катя өзі тым көп сөйлеп миыңды аштады. Ақыл айтады, жөн сілтейді. Әйтеуір аузы жабылмайды. Ана азаптан мыназапты жеңіл көремін ғой. Қайда барсаң да қорқыттың көрі, қайран ғұмырмай. Дүниеде сөзшеңнен қауіпті адам жоқ шығар. Не жын түрткенін білмеймін. Бір күні сөзшің Катяға бар сырымды ақтара салыппын. Ақмақ басым. Сенде өз жүрегіңнің қалауын орындауға құқылысың. Бұны жасыруға болмайды. Айту керек. Білсін деп, нотация оқып зәренді ұшырған. Құлың болайын, Катюша айтпашы деп, жата кеп жалынып, берекем кетіп еді. Еңі дегенде, етегім толған соң аяды ма? Жарайды деп, көзінің қиығын қиғаштай салды. Астарлы көрінген сонда сол қылығы. Сол өзі карташатын айтпақшы. Иә. Әуелі бірде ақу екеумізді шайға шақырып, карташ берген сонда. Алыстан орақта келіп, сен бақытты болмайсың. Өмір бақи, бұлыңғыр мұңның ішінде өмір сүресің. Бәлкім барың мазалайтын шығар, біле алмай тұрмын деп, қойып қалды емес пе? Аққуға. Ал сен бақытты боласың, еркін, ненде дүниені қаласаң да қол жеткізесің деген түк білмегенсіп. Аққуға
Кеткен кегімді қайырып берген батырдай шірен. Қайран Катя қазақтың қыздарында ұяң емес, ойындағысын ашық айтатын батыл еді. Менің тілсіз құпия махаббатымның отына өзі жанып жатқандай-ақ шыр-пыр болушы еді ғой. Сезімімді 32 тісіме қамап, тығып ұстайтыныма ренжіп, басын шайқайтын. Жазық дала көз алдында бір жалынды сәуле жылт-жылт етіп арбап тұр. Бұл не өзі? Аяғымның астында шұбалаңдаған жолға түсіп алып, жақындап келем. Сағым ішінен ашылып, сәулеті сұлу, күмбезі биік, сарай айшақтала бастады. Пәлі, мынау Айша бибі сарайы ғой. Иә, дәл соның өзі. Жол жиегіне мап-мамық, мақтадай аппақ бұлттар төселген. Мен жақындаған сайын сарай биікте түседі. Күмбезі көкке тиіп тұр, жұмақ бағыма өзі. Мұншама керім көрініс жер бетінде болушы еді. Күлгін тізді, жібек көйлек сосылдап, қос бұрымынан нұр шашырап бір сұлу қыз күтіп тұр. Мүсіні қандай ғажап еді шіркін. Ай жүзді, күн көзді хасылудың нақ өзі. Бәлкім, қорқысы болды ма екен. Тұңғиығымнан бір дауыс, бұл Айша сұлу, Айша бибі деп жаңғырып тұрғандай. Кел Айша қыз деді жымиып. Өмір ғұмырымда дәл бұлай таңырқаған, әлде қуанған жоқпын. Соны анық білемін. Мені махаббаттың жақұт тәжі Айша бибінің өзі танып тұр. Бұдан асқан шаттық болар ма? Сарайына төрлетті. Жеміс-жидектің түр-түрі сам-сам, дастархан жайнап тұр. Ол ғана емес, алтын балық жүзіп жүрген хауызда тым-тым ерекше, әсем. Айнала қызыл жасыл гүл. Әлде жайлауыма түсініксіз, әйтеуір көз алдында жайылып кеңей берді. Анадайда айнадай мөп-мөлдір айдын көл шалқып жатыр. Ақ қоқыс су бетін сызып-сызыла жүзіп келеді. Қайдан пайда болғанын аңғармаймын, айдын пайда бола кетті. Жүрегімнің тарсылай соққаны сонша осы бір сәт бүкіл әлем дөңкілдеп кеткендей. О, тоба. Аққу-құс дегенім аққу қыз екен ғой. Иә, кәдімгі менің аққуым. Айдынның аққуы. Бір қарасаң құс, бір қарасаң қыз. Саңғыр еткен қаңғылтыр жаңғырық осы кереметтің бәрін еріп әкеліп, қарашағыма сүңгіте салды. Оянып кеткенім мен жаңа ғана көрген кереметімнің әсерінен арыла алмай отырмын. Өңім бе түсім бе? Таң әлде қашан атқан сияқты. Қабай, бүкшиіп, үйдің бар тірлігін тындырып жүрген шешейдей ұят болды. Аққуым ұйықтап жатыр. Түндегі ұйықтағаннан әлі оянбапты. Ұйықтасын. 6 ай ұйқы көрмеген қайран сұлу. Тыныға ғой. Айша бибі түсіме неге кірді? Айдын түсіме жиі кіретін. Бірақ бүгін ол тым сұлу көрінді. Бір нәрсені айта алмағандай ма? Бәлкім. Шешей түннен қалған тамақ тастап, шай қайнатып қойыпты. Ол ғана емес, қиғаштай кесілген ыбыстық бауырсақты да шашып тастапты дастарханға. Өзінің дөңгелек қызыл шырайына оюлы орамалы қандай жарасады десеңші. Етегі кең пішілген, үшкір жағалы көйлегі де кемпірді атаулыдан осы кісіге жарасымды сияқты. Даусы биязы, жүзі жылы, сөйлеген сайын аналық мейіріміне бөлене кетеді екен. Шала ұйықтаған соң түрім небір жетісіп тұрсын. Оның үстіне жыладым ғой, көзім бұлаудай есіп кетіпті. Десе де, осы түнгі азабым мен сағынышымның құпиясын білетін жалғыз адам арман ғана. Қысылсам, содан ғана қысылдым. Ойымды оқып қойдым әлде, өзім күмәнданып отырмын ба, айырмаймын. Апай, мен алдымен еркекпін, сосын суретшімін. Өнерді жақсы түсінем, деді құлағыма сыбырлай. Шешей көзін ала бере. Ұялып кеткенімнен, сүйсініп кеткенім асып түсті. Жігіттің сұңғылалығына. Арманның дәрісі шипа болды. Аққу алғашқы күндері 1,5 тәулік тырп етпей ұйықтап жүрді. Тынығып, ұйқысы қанып, шекесі тынышталған соң, 3-ші күні аздап қалпына келді. Тамақты тауысып шеді, ұлын құшақтап, мені сүйгіштеп, түнекте адасып, әрең тауып келген киіктей күй кешеді. Ой-бой, қайнағамен енемнен ұят болдау дейді мұңайып. Ұят болдысын қайдам, мен келгелі келіндерінің беті бері қарағанын жақсылыққа балаған жайсаң жандар мені тап бір сиқыршыдай көріп бәйек болады.
Өздерінің бір артық сөзі жоқ, бір тоға жандар екен. Шебер құдай, құдды екеуін бір-біріне лайықтап жаратып қойғандай. Бірін-бірі ыммен ақ төсініп, үнсіз, шай ішіп отыра береді өздері. Айша, сені әуреге салдым, кешірші дейді аққу баяу ғана. Есін жиып келеді дегенімен әлі де әлсіздеу. Сен үшін 10 күндік демалысымды сатып еттім деймін қалжыңды. Жараса күлеміз. Сол баяғы қыз күніміздегідей, жастық шағымыздағыдай. Біраз сөйлеген соң ентігіп қалып, қолымды аялай сүйе береді. Айша, деді бірде аққу сыбырлай. Әлде қандай құнды сөзі бардай өзеге қарайды. Ау, Айдын сенің сүйгеніңді білді. Көз алдым тұманданып кетті. Не деп жауап қаярымды білмедім. Қуанғанымда өкінгенімде белгісіз. Сен айттың ба? Даусым қатқыл шықты ма, үнсіз қалды. Неге айттың? Қызғандым. Не? Қызғанғаның не? Білем, сен мен қызғанатындай оғашқылық көрсеткен жоқсың. Ешқашан. Күмәнданатындай істе қылмадың. Қыз күніңде есі кеткен жігіттің сенікі ғана екеніне шүбә келтірмейді екенсің. Жеке меншігің секілді. Сосын бәрі де өзгерді. Балалы болып, үйде отырғанда ол сыртта жүреді. Еркін. Шәкірттерімен түрлі сайыстарға жан-жаққа кетеді. Әсіресе қалаға кеткенде қатты қорықтым. Қатты жалғызсырадым. Бірде 3 күндік сайысқа кетті. Жанымды қоятын жер таппадым. Қызық дәуреннің бәрі де қалада қалғандай. Жаһанның қуасында қамалып отырғандай күй кештім. Келгенде сен жайлы айтып салдым. Айдынды соншама сүйгеніңді, сөйте тұра махаббатыңнан мен үшін бас тартқаныңды айттым. Саған кетіп қалама деп қорықтым. Егіреп ентігіп әбден жылады. Келгелі сипаланып қасына шықпаған құрбыма жолағым келмеді. Жылағымда келген жоқ. Кім үшін сүйгенмен бас тарттым. Кім үшін өз жүрегіммен алысып, сезімнің отына өртендім. Кім үшін осынша азапты өмір сүрдім. Сен үшін еді ғой. Сен үшін. Осылай айтып салып шыңғырып жылағым келді. Жылай алмадым. Дүнием күйіп жанып, өксіп тұрса да көзімнен бір тамшы жас шықпады. Үлкен кісілермен ақылдасып ақуды Айша бибі мазаратына апарып, тәу еткізіп, келмек ниетіме ағай мен шешей қарсы болмады. Арманда қуана келіскен. Есінен танып, молаға жүгіруін қойғанымен әлі де бір әлсіздікті жеңе алмаған ақуға зиярат пайда бермесе зиян емес. Шешейдің жиі қайнатып беретін сорпасы шипа десем де, әлі бір әлсіздік барды. Бір жақсысы ұйқысы қалыпқа түсті. Бәлкім арманның әкелген дәрісі доп болды ма, қайдан білейін. Күні сымай, түн жарымында жолға шыққандықтан алдымен Алматыға соғып, киелі Тараз қаласына тартып отырдық. Арманның елгезектігі мен ептілігі күннен күнге сүйсінте түсті. Ұл тапсаң, армандай тап. Анасының алдында тік тұрады, айтқанын екетпейді. Көлікке демей отырғызып, көтеріп түсіріп, істі жеңілдетіп жібереді. Апатай, сіздің есіміңіз Айша бибіме, деді ұзақ жолды қысқартпақ болып, әңгіме бастап. Онсыз да туған жерімді, балалық шағымды, әкем мен анамды ойлап, мұңайып келе жатыр едім. Айша, жоқ, бұрын Айша болатын. Бұдан былай Айша бибімін дедім, арт қорынға төсек салып, жатқызып қойған құрбымды барлап алып. Йоқтап жатыр екен. Әкемнің сізді махаббат көгершін деген рас екен ау, деді мейлене жігіт. Неге олай дейсің? Сасып қалдым. Бұны сезімтал жігітің сезбей қалмады. Махаббат деген не десе Айша бибі дер едім. Жаз күнінде кімде дос болмайды? Айтыңызшы. Ал сіз соны бала күнгі құрбыңызды азған махаббатпен айналсоқтап жүрсіз. Мені де қамқорлықпен сүйесіз. Махаббат сізден сұлу, сізден ғажап емес, деді арман шынпейілмен төгіліп. Менің ешкімім жоқ еді арман. Әкем Түркиядан келген екен. Араларында не жағдай болғанын білмеймін. Ол жақта туыстарым барын білсем де, кімдер, қайда тұрады хабарсызбын. Анаммен бас қосып мені дүниеге әкеліпті. Сіңіліміз жасында көз тиіп шетінеді. Жұрт солай айтады ғой, сұлу бала болған ба. Әкем электрші болған. Үй салғанмен жарығы сөнгеннің бәрі қолдаяққа тұрғызбай,
Алып кететінде бірі ақша берсе, бірі көкөніс, қолда барын көтертіп жібереді. Солай жан бақтық. Мен 11-ге толғанда электр бағанасынан құлап қайтыс болды. Ал анамды түрікке тидің деп жазғырған нағашыларым қызынан бас тартыпты. Араласқан емеспіз. Әкем кеткен соң қатты күйзелдік. Қайғыдан қан диабетіне шалдықты қайран анам. Сол ауруы алып тынды. Мектеп бітірген жылы толдыр жетім қалдым. Алматыға кетсем, туған жеріме оралмаймын деп серт еткенін өзіме. Атпаспаймын деген жерін шпазады демейме бабалар. Енді міне, киелі топырағыма, қасиетті мекеніне, Айша бибі анама жол тартып барамын. Бәлкім туған елден қол өсіп, бас тартқан соң ба, бағым жанбады. Сүйгенімді таппадым. Бала сүймедім. Соққа басым сопайып, жалғыз кешіп келемін ғұмырды. Сүймедім емес сүйдім. Сүймеді емес сүйді. Тек жолым болмады. Шүкір, өзімнің кәсібім бар. Есіміңізді кім қойған? Неге солай қойыпты деді Арман, әңгімеге тоймайтындай сұрағын үдете. Анам қойған. Әкеме ғашық болғанда туыстары өре-түре келіпті. Тегі қазақ болғанмен туған жері Түркия ғой. Олар үшін түрік, тимейсің деп, қарсыласқанда анамды жертөлеге қамап ұстап. Іздеп келе берген әкемді біресе қуып, біресе ұрып қорлапты. Асыл әкем қабырғасы сынып, миы шайқалса да, шағымданып ешқандай есікке бармаған ғой. Көш құлағынан анамды қамап қойған жерді біліп, жертөлесінен ұрлап шығыпты бір түні. Анам қамауда жатқанда төсіне Айша бибі кірген екен. Ата-анам Айша бибі кесенесінде некелерін қидыртып әуелі. Мен дүниеге келгенде махаббаттарының дәлелі болсын деп, мені Айша бибі деп атапты. Әңгімені әселеніп айтатын қасиетім жоқты. Бірақ бүгін ерекше толқып отырып сөйледім. Туған жерге сағынышым асқынып барама, төсіне алар емеспін. Артық орындықта жатқан аққудың пыш-пыш еткеннен оянып алып, тыңдап жатқан ұқтым. Туй, қандай ғажап тарихыңыз. Айша бибі апатай, біз осы жастарды айтам, ғылым білім қуамыз деп, тамырымыздан ажырап бара жатқан жоқпыз ба? Мен әрі суретші, әрі сәулетшімін. Біраз оқуды тауыстым. Алайда ұлттық құндылық, тарих, әдебиет дегеннен жырақ сияқтымын. Бұл қауіпті ғой деді терең сөйлеп. Әрине, болашақ үшін қауіпті. Әр халық өзінің тілін, тарихын білу керек дедім. Ойлы жігіттің сұрағына риза болып. Апатай, Айша бибі туралы аңызды айтыңызшы деді қиылып. Біз бұл кезде қордай асуына асып бара жатқанбыз. Жігіттің қолқа салғаны тебірентіп жіберді. Жастар заманауи білім алады, тіл үйренеді. IT меңгереді. Рухани қазынаға мән бермей барады. Көкірегінде саңылауы барлар дәл осылай. Арман сияқты бір күні ұлттық руханиятқа шөлдер деген тамаша сенім жанымды қатты толқытты. Сұрады екен айтайын. Сонау, орта ғасырларда елмен жерін жау найзасынан қорғаған Қарахан есімді батыр өмір сүріпті. Қарахан батыр қас жауының қызы Айшаға ғашық болады. Бірақ қыздың әкесі бұл некеге рұқсат бермей қарсы шығыпты. Батыр бұны білген соң сүйгенін алып қашуға бел буады. Екі жастың қол ұстасып қашып кеткенін білген әкесі сарбаздарына оларды өлтіруді бұйырады. Қоған нөкерлерден қашамыз деп ғашықтар ұзақ жол жүреді. Арада біраз уақыт өткенде шаршағандар Асу атты өзеннің жағасында аялдауды ұйғарады. Хан жарлығын болжатпай орындайтын сарбаздар Қарахан мен Айшаны көре салысымен қыздың сәукелесіне жылан салып қояды. Бақыттың құшағында жүрген ғашықтар бұны байқамай қалады. Айша бибі судан шығып, киініп, сәукелесін кие бергенде жылан шағып алады. Осы сәтте ғашығының қолында дем үзіліп бара жатқанын көрген Қарахан алай-дүлей күйге түсіп, мына өмірден бас кешеді. Бұл жалғанда бірге болу бұйырмаса да, о дүниеде жұбымыз жазылмасын деп, сүйгенін жақын маңдағы молдаға алып барады. Жас жігіттің мәжіндей қайысқанын көрген молда ғашықтарға батасын беріп некесін қияды. Бейкүнә екі жастың отбасылық бақыты небәрі бірнеше минутқа созылады. Даналардың шын ғашықтар қосылмайды деген сөзі бекер айтылмаса керек. Ешбір жауының алдында елмеген батыр тағдырдың алдында бас иіп, Айша бибі қайтыс болған жерге мазар тұрғызады.
Қарахан батыр сүйгенінің жанында болу үшін Айша бибінің қасынан өзіне де мазарық салдырады. Өмірінің соңына дейін ақ киім киіп, Айша бибі мазарында түнейді. Жаратқанға жалбарынып кешірім сұрайды. Осы адалдығы үшін халық оны есінде сақтаған. Айша бибі кесенесі киелі Тараз қаласынан 17 шақырым жерде орналасқан. Сол заманнан күні бүгінге дейін түрлі дертке, қасіретке ұшырап, өмірден бас кешкен махаббаттан жолы болмаған, сүйгенін аңсаған, жұрттың аяғы үзілген емес. Әйтеуір махаббаттың жақұт тәжіне айналған Айша бибі кесенесіне тәу етіп зиярат қылғандардың дұғасы қабыл болады деп жатады ғой. Мен де соның дәлелі емеспін бе, дедім масаттана. Өткен күнде белгі жоқ. Әр жүректе естеліктер өмір сүреді. Қымбат, құпия, тәтті естеліктер. Менің жүрегімде естелікте бір күні менімен жүрегіммен бірге кетеді. Осыны ойласам, осынша қымбат естеліктерімді көрге қимай құлазимын. Сүю, сүйе алу. Адалдық пен адамдық келешек ұрпаққа үлгі болып қалса несі айып. Мен өмірде жантанымен жұмыр жүрегімен сүйдім. Бірақ рет сүйдім. Өмір бақи сол бір бұйырмаған махаббатымды әлпештемен өттім. Жарда сүйдім. Тек адам өмірінде бірақ рет сүйетінін, сүйген адамыңның орнын ешкімде, ешқашанда баса алмайтынын түсіндім. Махаббат қосылу емес. Махаббат пәк сезім. Аққуым айдынына ұшып кеткелі 4 жыл болды. Аққуымды Айша бибіге алып келгенімде 44 жаста еді. Одан соң 4 жыл өмір сүрді. Дертінен айықты, ес жиды, бел көтерді. Арманды үйлендіріп немере сүйді. Айтпақшы, немересіне Айша деген есім сыйлады. Біз 4 жыл күні түні хабар алысып, араласып сырласып тұрдық. Бір-бірімізге ренжіген, өкпе артқан, алыстаған емеспіз. Айша бибім, саған разымын. Бұл өмірде мен үшін сүйгеніңнен бас тарттым. Ана дүниеде сені Айдын екеуміз қарсы аламыз. О дүниеде Айдынды сенен қызғанбаймын, серт етем деген демі үзілерде. Кішкентай ғана ханшайым Айшаның кіндігінде тұсауында өзім кестім. Міне, бүгінде Айша қыздың тілешарына бара жатырмын. Арманымның әкесі мен анасының орнына ең сүйікті адамдарым Айдын мен Аққуды жоқтатпайын. Арман осы күні сәулеті көз арбап, көркейіп келе жатқан киелі Түркістанда сәулетші. Мені ана дейді. Анамның орнындағы анам дейді. Өтірік емес. Мен Арманның анасымын. Ол менің сүйіктілерімнің ұлы. Айша бибі кесенесіне бұрылып, Құран оқып тәу еттім. Айдын мен Аққу маған кейде осы кесененің көзге көрінбейтін жұмбақ әлемінде, мөп-мөлдір айдында жараса жүзген Аққудың сыңарын тамашалап, рахат кешіп жүргендей көрінеді. Түс көргенмін. Түркістанға апарар жолға түскенімде көңілім босады. Жүрегім дірілдеп тұрғандай күй кештім. Жерұйыққа келген шағымда сонау алыста қалған, қайта оралмас дәуренімді сағынғандаймын. Арман мен Аққуды сағыныппын. Азда болса бірге кешкен ғұмырымызда жібекке орап, жүрегімнің төріне сақтап қойғам. Жоқ, менің сүйіктілерім туралы жазуым керек. Олардың аттары өлмеуі тиіс. Олар махаббат кейіпкерлері, біз махаббат кейіпкерлеріміз. Күйімді Құдай сезгендей Аққу Арман әні әуелей берді. Әнге қосыла шырқап келе жатқанымды білгеніммен, жылап келе жатқанымды білмеген едім.